Баршаңызға сәлем, менің құрметті көрермендерім. YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ашытқысыз, үйдегі бар заттармен оңай жасалатын осындай пышны бауырсақ дайындаймыз. Магазиндік 2,5% кефир қолданамыз. Менің холодильниктен алынған. Осының үстіне бір жұмыртқамен қантымызды саламыз. Тұзымызды саламыз және кәдімгі ас содасы. Енді осыларды бір жақсылап араластырғаннан кейін осының үстіне 2 ас қасық сұйық май қосамыз. Сұйық май қосқыларыңыз келмесе, онда кәдімгі оливковый май қоссаңыздар да болады. Не болмаса оны қоспай-ақ қойсаңыздар да болады. Енді осының үстіне ұнымызды саламыз. Оны енді мен 430-470 грамм аралығында кетеді. Енді әркімнің ұнына байланысты. Главный қатты көп қосып жібермеу керек. Қамырымыз илеген кезде жұмсақ болу керек. Бұл өзі кішкене андай липкий қамыр болады, қолға жабысып тұратын кішкене. Осылай қолға жабысып тұрса, кішкене сұйық май құйып жібереміз да, бір қайтара илейміз. Содан кейін бетін пакетпен жауып қойып қоямыз. 10-15 минут осы илеген жерде тұрады. Онда ештеңе жылы жерге қойып, ораудың қажеті жоқ. Міне бір 10-15 минут тұрды. Енді осыдан кейін қамырымызды алып, жақсылап ұнды себеміз, өйткені қатты жабысады мынау теста. Содан кейін 2 бөлікке бөліп, уже қамырымызды жаңа жарты сантиметр қалыңдықта жайып аламыз. Сөйтіп, қалаған формаңызда пісіре бересіз. 3 бұрыштап, домалақтап, өзіңізге ыңғайлы. Енді мне кажется, домалақтау жасайтын болсаңыздар, қалыңырақ жайған дұрыс шығар, 1 сантиметрлік етіп па. Менің өзіме 3 бұрыш бауырсақ ұнағаннан кейін сондай формада пісіремін. Кесіп алған бауырсақтарымызды енді ыстық қызып тұрған ойда қуырып аламыз. Құрамында дрожжи болмаса да, тура дрожжи бар қамыр сияқты өте әдемі көтерілді прям. Ешқандай разница болған жоқ. Дәмінде де мен әдетте мысалы басқа нелерге қосқанда бір соданың дәмі шығатын. Бұл бауырсақтың ондай қатты дәмін сезбедім. Бұл рецепт бойынша қамырды илеп, оның ашығанын күтіп отырудың қажеті жоқ. Және білесіздер, дрожжидың өзі де зиян. Сол жағынан осы рецепт қатты ұнады. Сіздерге де ұнаса, осы видеома лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Осындай лечо салатпен жесеңіздер, ыстықтай вообще күшті болады.